Өңір құтқарушыларының машина техника паркі су жаңа көліктермен толықтырылды. Ата заңымыздың 20 жылдығы қарсаңында сала мамандарын мерекемен құттықтаған облыс әкімінің бірінші орынбасары Айдарбек Сапаров өрт сөндірушілерге 3 автокөліктің кілтін салтанатты түрде табыс етті. Мұна су жаңа машиналар өңіріміздің төтенше жағдайлар саласындағы бүгіндері бар 140-қа жоқ техниканың қатарын толықтырмақ. Сондықтан өмірін шүбірекке түйіп, өзгенің жанын өлімнен арашалап қалуға қашанда даяр тұратын жандар үшін бұл маңызды шара болып отыр. Ата заңымыздың 20 жылдығы қарсаңында құтқарушыларды мерекемен құттықтаған облыс әкімінің бірінші орынбасары Айдарбек Сапаров өрт сөндірушілердің жауапкершілігі мол қызметті адал атқарып келе жатқандығын атап өтті. Сіздердің істеп атқан қызметтеріңізді бүгін біз бағалап, істеп атқан жұмыстарыңыз апаттан талай өмірді аман-есен атқарып алып қалғандарыңыз. Осыны бүгін бағалап, өңір басшысы жергілікті бюджеттен қаржы бөліп көлік алынды. Мерекелеріңіз құтты болсын, өздеріңізге жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Құттықтау сөзден кейін 3 су жаңа машинаның кілтін Айдарбек Сапаров құтқарушыларға табыстады. Аталған салада 11 жыл бойы еңбек ететін Орынбай Тазбаев осыған дейін нақ осындай газель көлігін тізгіндепті. Мен қызметін жүргізуші төтенше жағдайдың оперативный машине. Әрқашанда уақытында шығу, уақытында келу деген сияқты. Сол ретінде жаңа машина қазір өте көп жұмыстар шешеді. Жалпы бүгіндері өңірде 28 өрт сөндіру бөлімі бар. Бұл салада 800-ге жуық адам еңбек етеді.